айта салу оңай да. Ал бірақ сол нәрсе қалып кетеді. Өте ауыр нәрсе. Осыдан абайлаңыздар. Біреуге сөйлегенде, әсіресе өз жақындарыңызға, ұлыңа, қызыңа, көп ата-аналар бар. Ұлына аузына келгенін айта салады, қызына қалай болса солай ұрса салады, айта салады. Ей, бауырлар, бұл сіздің бауыр ет балаңыз ғой. Ішіңіздегі қоқысты неге төгесін оған? Сол қоқыспен өссін дейсіз ба? Ол тап-таза болып, кіршіксіз періште болып өсу керек қой. Оған ішіңдегі ең жақсы нәрсені төгуіңіз керек қой. Оған күш керек. Оған уақыт керек, дайындалу керек. Мен күшім тимейді, күшім жетпейді, мен жұмыстан шаршаймын, үйтем, бүйтем. Шаршасаң, жамандық айтқың келмесе еш нәрсе айтпа. Пайғамбарымыз әуелден айтып қойған оны. Сөйлесін ба, жақсы сөйле, болмаса үндеме дейді. Қоқыс төкпе. Өзіңнің жақындарыңызға, ата-анаңыз, аға ініңіз, бауырларыңыз, ұл қыздарыңызға қоқыс төкпеңіз. Өзіңіздің жақын бет көретін бауырластарыңызға ешқашан. Қоқыс төге салу өте оңай. Ол бізге жақында, өйткені нәпсіміз сондай. Өйткені психологияда оған энергия жұмсамаймыз да біз. Тез қорғану бізде өте оңай болғаннан кейін миға тез келеді да бұйрық. Не істе дейді, аузына келгенді айта сал. Мәсаған дейміз да. Қатырдық деп ойлаймыз. Жеңіл, өзің жеңілдеп қалдым деп ойлайсыз, ешқандай жеңіл емес ол. Оның ауырлығы ертең білінеді. Балаң, қызың бәр қисық өседі. Өздеріңіз көрдіңіздер, ана су туралы кино бар ғой, осыдан қанша жыл бұрын шыққан. Документальный. Бір жапонның ғалымы екі суды алады да, біреуіне күніге таңертең тұрып балағат айтады екен, екіншісін мақтайды екен, күніге таңертең тұрып. 30 күнде қараса, анау мақтау айтқан су бұзылмайды ғой, әдемі мөп-мөлдір болып тұрады да, 30 күн бойы балағаттанған су көгеріп, қап-қара болып сасып кетеді ғой. Адамда қанша бөлігі 4-тен 3 бөлігі сұйықтықтан тұрады. Судан тұрмайды, сұйықтықтан. Қан бар, лимфа бар, басқа бар, балған бар, анау бар, анау бар. Барлық сұйықтық. Оның бәрі бұзылады. Ұлыңыз, қызыңызды бұзғыңыз келмесе, жақындарыңызға жамандық сыйлағыңыз келмесе, энергияңызды құртыңыз келмесе сөйлемеңіз. Ал жақсылық тілесеңіз, дайындалып, барынша әдемі сөздеріңіз арнаңыз. Қазір күшіңіз жетпей ма, қоя тұр. Күш жинап кел, бар, ар жаққа бар, бер жаққа бар, жақсы нәрсе көр, жинал. Сен жақсылық қалайсың ғой, жан-жағыңның бәрі жайнап тұрғанды қаламайсыз ба? Жоқ әлде жан-жағыңызға қоқысты түкіріп отыра бересіз ба? Көп адам ойлайтын шығар, жан-жағыма қарай түкіре берсем, өзім таза болсам болды деп. Өзіңіз таза болмайсыз олай. Мынаның барлығы ісі ұрады сізге.